Бірінші біз саз балшықтың жасалу дайындалу тәсілімен таныстыра кетейін. Бірінші біз саз кесектерін алатын боламыз. Саз кесектерін арнайы суға тұндырып, ерітіп қоямыз. 1-2 күн тұрған соң ол суды төгіп, астындағы қоюланған массаны алып, ағашқа жайып кептіретін боламыз. Және ол дайын болған саз балшықты арнайы құрылғы арқылы балаларға беріп, өсінде жасатуға болады. Оны әрбір іс-әрекетте пайдалануға болады. Міне балалармен жасаған жұмыстарымыз, сіздер де осылай жасап көрсеңіздер болады.